Сәлем достар, қалайсыңдар? Сәлем балақайлар, қалдарың қалай? Жақсысыңдар ма? Ағатай, мына радионы қосыңызшы, ертегі тыңдайықшы. Балалар, достар, сендер дайынсыңдар ма? Ал, ағатай, бастайықшы. Ендеше балақайлар, мұқият тыңдаңдар. Қандай ертегі айтады екен, қызық болып тұр. Балалар, қандай ертегі айтады деп ойлайсыңдар, Балалар, Айдос аталарыңның өздерің арналған кешкі ертегісін бастаймыз. Сәлеметсіңдер ма, балалар? Сәлеметсіз бе, аға? Бүгінгі тыңдайтын ертегілеріңнің аты Қасқыр мен кісі. Ого, қасқыр мен кісі? Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Олай жұлқынып зорға құтылады. Қашып бара жатқан қасқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Ой, адамдар қасқырды қуа жөнелді ме? Қасқыр сасқалақтап бір егіншіге келіп жайын айтады. Қайтсең де мені шашыр, ұмытпаспын жақсылығыңды. Мені қабыңа салып, арқалап жүре бер. Қасқыр жылап тұрған соң, егінші қабына салып алып, арқалап жүре береді. Сосын? Кешікпей, аңшылар мылтығын жарқылдатып, жетіп келеді. Кісіден, қашып бара жатқан қасқыр көрмедің бе деп сұрайды. Кісі, жаңа бір қасқыр анау маңайдан қашып өтті. Тезірек ұмтылыңдар дейді. Ой. Мен қарай не болды екен, Аңшылар бел асып кеткенден кейін, егінші қаптың аузын шешіп, қасқырға ал енді жөніңе бара бер, маған да бір жақсылық етерсің дейді. Қасқыр қуанып егіншіге, мен сені жеймін, қарным ашты деп тап береді. Егінші байғұс сасық қалып, қасқыр, бұның қалай? Мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім, жақсылыққа жамандық етем екен. Олай болса, біреуден төрелік сұралық қайсымыздікі жөн екен дейді. Бұлар керісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан аяқ айтып шығады. Түлкі, жоқ, сөзді айтпаңыздар. Менен басқа бір өссе күліп жүрер. Мына дорбаға үлкен қасқыр сияды дегенге нанбаймын. Барып тұрған өтірік дейді. Қасқыр мен кісі, бұл рас деп керісіп болмайды. Түлкі қасқырға, қапқа кірмей, сенбеймін дейді. Қасқыр сендірмекші болып, қапқа кіргенде түлкі екіншіге байла қаптың аузын. Енді қимылдайтын кезің келді. Кәне, мен көрейін, күзді күні егінді қалай соғып жүрсің дейді. Егінші құралын алып, қасқырда ұра бастайды. Түлкі, енді қаптың аузын аш дейді. Қасекең алдартына қарамастан ата жөнелді. Артынан түлкі, көптен бері істеген бір әділ төрелігім еді деп сақ күліпті. Сөйтіп, егінші байғұс түлкінің айласы мен ажалдан құтылыпты. Саған ағатай, қасқыр адамды жеп қою жасады, бірақ олай жақсылыққа жамандық жасауға болмайды ғой. Достар, біз мүлде бұзық болмаймыз, Мен сендерге сендім. Ендеше келесі жолы жолыққанша сау болыңдар. Достар, мені күтіңдер, жарай ма? Сау болыңдар. Балақайлар, сендерге ертегі ұнаған болар. Ендеше келесі жолы жолыққанша сау болыңдар.